Нақты қанша рақымшылыққа тиетін адамдарды нақты айта алмаймын. Өзіңіз білетіндей, президент жолдауында террористік, экстремистік азаптау жасаған адамдарды, және жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған адамдарды олар рақымшылыққа тимейді деп айтқан. Қазіргі таңда қандай адамдарды, қай қылмысты жасағандарды қалай жасаймыз, қылмыстық қудалаудан босатамыз ба, оның тағайындалған жазасын азайтамыз ба, ондайдың бәрі қазір талқыланып, заң жобасы талқылау қанша уақытқа созылуы мүмкін? Талқылау көресіз. Қандай жағдай екен терген мамандар мен қазір. Жоқ, енді қызметкерлер азаптаған ғой. Оның барлығы айтып отыр, дәлел фактер. Енді жоқ ол КНБ қызметкерлері бүгінгі күнге дейін ұстамаған ғой. Азаптауларға қатысты бірде-бір ақпарат айтпай отыр. СЦК-да осы уақытқа дейін талай жиын өтті, бірақ азаптауларға қатысты мүлде ақпарат жоқ. Қашан жариялайсыздар осы ақпаратты? Азаматтар барлығы айтып жатыр ғой, бізді азаптады деп. Азаптау бойынша СЦК-да кезең-кезеңмен айтып тұрамыз. Азаптау туралы басқа мәселелер. Қашан айтылады? Айтылады. Жоқ, сіздер сол КНБ қызметкерлеріне ешқандай шара қолданбай отырсыздар ғой бүгінгі күнге. КНБ қызметкерлері азаптаған КНБ қызметкерлеріне бүгінгі күнге бас прокуратура ешқандай шара қолданбай отыр. Не себептен? Соны айтыңызшы маған. Қандай шара қолданбай жатыр? Қылмыстық іс қозғалмай отыр. КНБ қызметкерлеріне, азаптаған КНБ қызметкерлеріне ешқандай шара қолданбай отыр. Бүгін қылмыстық іс қозғалмай отыр. Не қамауға алынбай отыр ол кісілер? Неге? Не себептен? Дәлелдердің бәрін сіздерге жазбаша емес, бұның бәрін жазбаша сізде бас прокуратураға беріп отыр ғой. До конца этого года уже рассмотрят и примут законопроект по амнистии. Если да, через сколько времени понадобится, чтобы принять эту амнистию? Ну, процедура, если так брать, процедура законодательства, она предполагает очень много факторов, которые надо публичное обсуждение делать, потом выносится согласование с другими государственными органами, потом идет рассмотрение в правительстве, потом идет после правительства рассмотрение в парламенте, сперва в Мажилисе, потом в Сенате. Это какое-то время занимает. Я сейчас вам не могу сказать, что прям до конца года возможно примут, потому что это все зависит не только от меня, это от графика работы и правительства, и парламента, двух палат парламента. После принятия сколько времени вам нужно будет, чтобы эту амнистию? Это смотря как. Если закон скажут с момента подписания президентом, он вступает в законную силу, на следующий день начнет применяться. Завершилось расследование уголовного дела Масимовой компании. Какой суд будет рассматривать уголовное дело? Сейчас пока еще подсудность не определили, сейчас только идет ознакомление с материалами. А Тургунбаевқа қатысты не айта аласыз? Вот он был допрошен. Нет, подождите, он был допрошен, а в качестве кого он был допрошен? Свидетель? Свидетель с правом на защиту или просто свидетель? Нет, просто свидетель. У него никакого процессуального статуса нет. А вы хотя бы начали работать над законопроектом об амнистии? Сейчас уполномоченные органы должны отрабатывать это все, это будет делаться. Вы говорили о около 900 осужденных, а есть те, кто еще не осужден, но еще находится под стражей? Есть такие под стражей где-то около 100 человек. Которые еще на стадии следствия там. Почему сейчас Генпрокуратура никак не поднимает вопрос о компенсации тем людям, кто подвергся пыткам? Нет, компенсация, кто подвергся пыткам, есть законные требования, есть гражданский кодекс. Те, кто подвергся пыткам, если этот факт доказан, то они могут обратиться в доказан дегенде мына жерде дәлелдей алмай отыр ғой ол кісілер. Сіздер білесіз, азаптау камерасы бірде-бір камера жоқ, олар қалай дәлелдейді, сол жақ түсініксіз біз үшінші. Сіз осы уақытқа дейін оның алдында да бізге интервью бергенде айттыңыз, ол ешқандай пытка болған жоқ деп. Қалай пытка болған жоқ, егер азаматтар жалғыз айтып жатса, пыткаға түстік деп? Нет, әр жалоба бойынша заңға сәйкес ЕРДР-ге ол арыз тіркеледі. Ол ЕРДР бойынша құқық қорғау агентство, прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі, прокуратура, басқа органдар міндетті түрде тергеу амалдарын өткізеді. Тергеу амалдарда олар дәлелін таппаса, онда істі қысқартады. Дәлел тапса, онда харап уже сотқа жолдайды. Скажите, пожалуйста, по амнистии. Все-таки, только что госпожа Азимова сказала, что амнистии смогут рассчитывать те люди, которые признают свою вину. Так это или нет? То есть обязательно ли человек должен признать свою вину, чтобы попасть под амнистию? Я сейчас вам не могу сказать, потому что это все будет рассматриваться в рамках закона. Нет, а вообще по закону как?
По закону такого требования я не знаю. Сейчас вот закон будет разрабатываться, будем смотреть, какие... Асылық мырза, мына бас прокуратура бүгінгі Тоқаевтың саясатына қарсы жұмыс істеп жатсыздар ма? Неге бүгінгі күнге осы дәлел фактілердің бәрін сіздерге ұсынып жатса, жаңа айтып жатса, неге осы жұмыстар атқарылмай отыр? Азаптау бойынша. Азаптау бойынша мен сізге айтып жатырмын ғой. Біз президенттің Дәлелді алмай отырсыздар, бүткіл камералардың бәрін қазір. Жоқ, ол тергеу жүргізіп жатыр ғой. Тергеу дәлел таппаса мен не істеймін енді? Тергеу дәлелді таппаса... Дәлелді сіздерге беріп отыр ғой. Бүгінгі күнгі азапта бойынша медициналық сарапшыларды шақыртып отыр. Оған сіздер қарсылық танытқызып отырсыздар. Неге осы мәселенің бәрін неге? Айтып жатыр ғой оның барлығы. Яғни Тоқаевтың саясатына қарсы болғандарыңызға неге мәселе шешпейсіздер? Неге ол бүгінгі күнге ондай мәселе шешілмей отыр? Соны айтыңызшы. Тапсырмасына сәйкес жұмыс істеп жүрміз. Ешқандай жұмыс атқарылмай отыр ғой. Бас прокуратураның алдында қанша күнделікті азаматтардың саны көп қой барға. Азаптау болмау үшін қанша ұйымдастыру, заңды шаралар қолданып жатырмыз. Ана Қабденов Айдардың ісі қашан қарастырылады? Протез қашан беріледі ол кісіге? Дәлелдердің бәрін сіздерге ұсынып отыр ғой, уже 1 жылдан асты ғой. Осы мәселенің бәрін қарастырып жатқаныңызға. Қарастырылып жатыр, жақсы. Қашан бересіздер протезді? Береміз, жауап береміз. Жоқ, жауабына ақпан айынан бастап сіздер қарап отырсыздар ғой. Ақпан айынан бастап сіз өзіңіз қабылдаған едіңіз. Осы қашан осы Қабденовтың мәселесі шешіледі? Соны айтыңызшы. Қазір қарастырып жатырмыз. Неге бүгінгі күнге дейін енді сіздер халықты одан сайын ашындырып жатсыздар? Нағып мен ашындырып жатырмын. Енді бас прокуратура сіздер ешқандай қылмыстық істі дұрыс қарастырмай, халықтың тыңдамай, мәселені шешілмей, одан сайын халықпен жұмыс істеп жатырмыз. Азаптау фактілері бойынша, бәрі істер бойынша тергеу жүргізіп жатыр.